Сабақ оқыдыңдар ма? Үй жұмысына келіңдер. Кім жасамайды, осыдан таяқ жейсіңдер. Мына линейкамен, мына сызғышпен сендердің қолдарыңды ұрып тастайын. Түсіндіңдер ме? Так, достар, ана жақта қараңыздаршы, ағай ұйықтап жатыр. Бізге правила задержания. Бір, я не буду раздражать мистер Пикл, я не буду питать, уходит от секретаря. Достар, қараңыздаршы, әшкеге балып ұйықтап жатыр, ағай ұйықтап жатыр, и біз қазір қашатын боламыз. Мен бұл ағайдың сабағын жеп көрем. Үй жұмысын жасаған жоқпын, поэтому бұл ағай өте қатал болған соң біз қашамыз. Уже сыныптағы почти жартысы қашып кетті. Мен ғана отырмын, сол енді қашайын деп жатырмын. Так, тез қашайын. Мен ойландым, бірақ достар басында қашайын ба, қашпайын ба деп ойландым. Ой, достар, негізі мен басында ойланғам, қашайын ба, қашпайын ба депші. Бірақ қашам деп шештім. Ал мен сөйтіп ойланып тұрғанда менің уже класстастарым қашып кетті. Бұл ағайдың сабағында отыру мүмкін емес, достар. Өйткені осы ағайдың сабағы болатын кезде, как всегда, сыныпқа аз оқушы келеді. Я көбісі келмейді осы ағайдан қорқып. И мен үй жұмысын жасамадым, сол үшін қашып кететін болам. Менің басым ауырды, анау мынау демеймін, просто тай қашып кетемін. Өйткені ағай бұндай басым ауырды деген нәрселерге ағай вообще сенбейді, сол үшін қашуға тура келеді. Уф, достар, бұл ағай қазір тұрып кетуі мүмкін, әбден мүмкін дейсің. Поэтому тез қашып кетеміз, и потом солай, короче, достар. Так, барамыз. Мә, достар, мектеп деген пипет жаман болып кеткен ба, паркур болып кеткен ба, есік қақта екен таппай отырмын. Вроде барлығы осылай қашып жатыр деген ойдам, достар. Білмеймін, почему-то мектептің іші не болып кеткен, есікті таппай жатырмын. Паркур болып кеткен ба, бірдеңке ғой. Ағай бізді оңайлықпен қашпасын деп бірдеңкелер жасап қойған әйтеуір. Ойбай, достар, жертөлеге түсіп кеттім ба, не болып кетті? Жер астында жүрмін ба, бірдеңке болып кетті ғой. Такс. Нақа жүреміз? Так, астыға жүреміз. Ойбай, басым айналып кетті ғой. Такс. Барайық. Бергел! Не? Ағай, кешіріңіз, мен білмей қалдым. Сізге енді сабағыңызға қатысамын, кешіріңіз. Ей, Бергел дедім. Бергел, сабақтан қашады кесіңдер сендер, я? Ойбай, достар, артымнан ағай қуалап жатыр, ужас. Так, кілт қақта. Ана жақта есіктің кілтін табу керек. О, достар, міне мына жақта тұр екен. О, кілт алайық, тез алсай. Ағай, кешіріңіз, қашпай менді. Ой, достар, ағай мені қолап жатыр. О, аяқта тұр есік. Ой, Бергел, сендерді ұстап оламын. Не сендер қашып атсыңдар? Достар, қаштым. Ей, мына жер не бәле? Спортзал. Ужас. Ладно, бара берейікші. Мына жаққа мінеміз. Мәссаған не деген үлкен спортзал. Алдыңда кеше ғана дұршы болған кезде спортзал бұндай болмады ғой. Түсінбей тұрмын. Дымда түсінген жоқпын. Ойбай, мынау тепе-теңдікте жүру керек. О, мен класстасым. Ойбай, Алибек, сен не істеп жүрсің? Ауада жүрсің ба, не істеп? Ойбай, достар, құлап қалдым. О, мына жерден бас еткен ғой, күшті екен. Ой, сен енді келіп жатсың ба не? Я. Сендер бағана қашып кетедіңдер ғой, әлі осы жақта жүрсің ба? Жоқ, мен сені негізі күтіп жүргем сені бағана. Рахмет күткеніне. Сен қаққа кет қалдың өзі? Ой, міне тұрмын ғой. Кете берші, мен өзім кете берем.
Түсініксіз екен. Жарайды. Мынау зеплин зор екен ғой. Осындай достар, құлақ қалдық. Осындайға вообще өмірімде мініп көрмеппін. Бүгін бірінші рет өмірімде мініп көрдім. Бірақ тым қорқынышты екен. Опа, ура! Опа! Ура! Неужели өттік? Так. Мектепке үйге дейін қашу үшін қай заман? Или сабаққа қалып ағайдан ұрыс ести салу керек педі? Так, мына салу керек. Сол кезде ғана есік ашылады дейді. Жарайды. Онда салып көрейік. Негізі мен баскетболды қатты дұрыс ойнай алмаймын. Бірақ қазір ойнап көреміз. Ура, ашылды. Анаяқта ағай жүр ғой. Бергел, сен не менен қашайым деп ойладың ба? Бергел дейді. Мә саған ағай аяғына не киіп алған? Робот сияқты киіп алған ба? Бірдеңке ғой. Тез жүру үшін бірдеңке киіп алып та өтері. Есік ашылсай. Үлгердім достар. Так, астыға түсеміз тағы. Неға жүреткенбіз? Ойбай, немене бәлем мына жақ. Так, тағы доп салу керек екен. Баскетболды дұрыс. Баскетбол емес екен бұл. Мынандай бірдеңкені ататкенбіз. Ата алмай қалдым. Так, аламыз. Лақтырамыз. Тиді. Опа, кеттік онда тез. Так, неға мінеміз. Так, аспанға ұшады екенбіз. Мынандай жел. Ойбай, мынау не? Қып-қызыл бірдеңкелер. Ыстық шығар мыналар. Тиіп кетпеу керек екен мыналарға. Тиіп кетсем, күйіп қалам тағы да. Сөйтіп, қаша алмай қалам. Так. Қала салу керек педі, или? Жоқ, қашу керек маған. Ойбай, астыға түсіп кеттім. Осындайлар көп па, немене бәле? Так, тағы астыға түсем, ойбай, басым айналып кетті, аяқтарым да ауырып кетті, астыға түсе беріп. Так, неға жүреміз? Неға жүреткенбіз? Тағы да астыға ма? Келдім, болды. Неяқта немене бәле? Неяқта энергетик соктары бар екен. Осын ішіп алайыншы. Қарым ашып кетті ғой. Ойбай, мен тез жүріп кеттім ғой, немене бәле? Мынандай екен ғой. Шериф, қалайсың? Мен шериф дей бермеңдер, шартым бар ғой. Шахризада ғой атым. Сен енді қашып атсың ба не? Мен енді қашып атырым. Сендер бағына кет қалыңдар ғой. Жүрсіңдер ма? Енді неқта қиын ғой. Опа. Мәссаған, реально қиын екен, достар. Құлақ қалдым. Опа. Сәл қалды. Дейін десем, әлі толып тұр екен. Сәл қалды құлақ қалуға. Достар, анаға мінудің кеттім. Басынан басаймыз енді. Такс. Бұлай барамыз. Сонына келгенде ұтылып қалып жатырмын ғой. Қараңыздар, нақты қазір сарыны басу қиын болып жатыр. Қараңыздар, ол адамды ұшыртады типа вот так. Көрдіңіздер ма? Мен ана жаққа келгенде вот мына жерден қазір сарыны басу керек. Достар, мен ұттым. Главный зона. Мынау атадан қашу керек екен. Жарысады екен. Енді көреміз, кім ұтады екен. Достар.
кеттік бастаймыз. Ана атанікі болмайды ғой. Ата деппін ғой, ағайдікі болмайды ғой. Тез жүреді. Той. Ол тез жүріп жатыр. Қалай ол сонда? Менші? Күтсеңші ағай. Әділ болсын да. Менен қашсан, егер ұтсан, онда сен қазір қашасың. Кете бересің. Егер сен осыдан ұтып қалсан, онда сен осы жақта отырып сабақ оқисың. Түсіндің ба? Түсіндің ба? Ағай. Жібере салсаңызшы. По-любому мен жеңем ғой. Сізден қашып үлгеретін шығарым. Мәссаған қандай қиын мынау. Мен бірінші келе жатырмын. Ура! Ұттым ағай мен. Көреміз енді келесіде. Сау болыңыз ағай. Наяқтан сен. Кетеді. Өттік. Астыға түсеміз. Так, астыға осылай түсіп тасайық. Так, түстім. Анаяқтағы анаяқ тұр. Уже осыға келіп баған ба? Бері келіп оңбаған. Ағай, маған не атайын деп атсыз? Қойсаңызшы олды. Ағай, жібере салсаңызшы, неғып маған қадалып қалдыңыз тура. Ағай, кешіріңіз болды. Ойбай. Маған параға айтуыңды қой. Ағай, кешіріңізші болды. Достар, менің жаным аз қалды. Ағай деген бір роботқа отырып аған. Тимей атыр ғой мынағанда. Рушканы алып, қағызды алып, өстіп ағайға қағаз лақтырып жатырмын. Мен жаным аз қалды, достар. Ағай болды қойыңызшы, неме бәле тез жүресіз. Сіз тимей қойды ғой мынау. Мынау ағай ма? Мынау робот екен ғой, той бәсе. Так, анаяқта бір машина тұр екен. Соған отырып алайыншы, автобус па, не бәле. Қашайын десіз. Мектепті сырт екен ғой, мектептің сыртына неужели шықтым? Есікті тауып шығып алды ғой. Так, мынаға мінейік. Болды, отырайын яқа. Кім айдайды сонда? Өзім айдайтын жерім. Жоқ, ойбай, өзі айдалады екен. Мен енді тез үйге қайтайын. Мына мектептен тез құтылып қайту керек. Келдім. Рахмет сізге, сау болыңыз. Неужели кеттім? Достар, мен үйге келдім. Қазір үйге ары қарай кетемін. Менен мына жаққа қарай. Сәлеметсіз бе? Ойбай, оның түрлі немесін екен ғой. Қазір осы жаққа қарай тағы басқа автобусқа мініп үйге қарай жетемін. Ал сіздерге ұнаса болайын. Всем пока!